1925 жылы Сталин Қазақстан үкіметін басқаруға Голощекинді жіберді. Аз жылда Мәскеудің қолдауымен биліктегі қазақ зиялыларының тоз-тозын шығарып, дербес билікке қол жеткізген Голощекин 1928 жылы ел арасында ұлы кәмпеске аталған тәркілеу науқанын жүргізіп, қазақ халқын ауыр нәубетке душар етті. Бұдан соң Қазақстанда кеңес үкіметі әлі орнамаған. Ол үшін кіші қазан төңкерісін жүзеге асыру керек деп ұрандаған Голощекин асқан зұлымдықпен адам естіп көз көрмеген алапат ашаршылық ұйымдастырды. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген әзәзіл ұрандармен 1930-33 жылдары әдейі қолдан жасалған бұл зұлматта 6 миллион қазақтың 3 миллионы қырылды. Большевиктік биліктің мұндай озбырлығына шыдай алмаған ашулы халықтың наразылығы бірте-бірте қарулы көтерілістерге ұласты. Соның айғағындай аталған жылдары қазақ даласында кеңес билігіне қарсы 300-ден аса көтеріліс орын алды. Соның бірі атақты Созақ көтерілісі. Көтеріліс 1930 жылы ақпан айында басталды. Қалың бұқара өздері хан сайлаған Сұлтанбек Шалағұлы деген азаматтың соңына ерді. Ашынған халық жергілікті милицияны басып алып, шолақ белсенділерді, үкімет адамдарын өлтірді. Жойылсын кеңес үкіметі, хандық билік жасасын қазақ үкіметі деген ұрандармен шыққан көтерілісшілерге қарсы большевиктік билік жазалаушы отрядтар аттандырды. Олар жазықсыз халықты жан түршігерлік қатыгездікпен аяусыз басып жаныштады. Бұл фильмге Созақ көтерілісі кезінде бір ғана өлеттің басынан өткен қасіретті оқиға арқау болған. Может быть, товарищ Менжинский недобросовестно ведутся разъяснительные работы с народом? Что вы об этом думаете, товарищ председатель? Товарищ Сталин, это дикий народ. Дикий, говоришь? Они не понимают. Я так не думаю. Плохо ты знаешь историю, товарищ Менжинский. Көпешжан, айналайын, мал қырылып жасадың, өткізді, бәрін берді. Ем болмаса кішкентайымның лағын қалдырсан қайтеді. Аяйсың Совет өкіметіне, не? Банда! Совет өкіметінің көмектескені осы ма? Тонап қырып жатырсыңдар ғой. Тіл тигізбе Совет өкіметіне, тіл тигізбе! Ұрма, банда! Жағал! Қойдың жүн жоқ болса, көрпеңнің жүнін өткіз. Бұқтақ! Қой балам, бар, тезірек қаш. Күшік, иттің күшігі. Контра. Тоқта! Тоқта, иттің баласы! Ағатай, ұра көрме! Ұра көрме, Ағатай! Күшігі! Ағатай, ұра көрме! Мен сені ұрмайын! Өлтірем ағаларыңмен бірге! Күшік! Иттің күшігі! Чо! Көпешжан, бастығы айтшы, ем болмаса балаларымды рақымшылық етсін, бірге өсіп едім ғой. Ей, қақпас, сенің балаларың халық жауы! Көпешжан, бастық едім ғой, ағайынды едім ғой сен. Начальниксің ғой сен. Ей, қақпас, кезінде сенің байың мені адам құрлы көрмеуші еді ғой. Қаңғыбас, тексіз деп ұмыттың ба? Мен ұмытқан жоқпын. Енді кезек менікі. Балаларымды. Балаларын әкесі үшін жауап береді. Сонда бұл кек пе болғаны ма? Кек емес, бұл ақиқат.
Көпешжан! Ақбатай! Жібер ағатай! Товарищ командир. Товарищ командир. Скажи, Копеш, зачем братьев держать отдельно? Товарищ командир. Это брат, отец банда. Совет стрелял, банда умер. Так. Это 5 брат банда. Стрелять надо. А этого зачем? Отпусти его. Вот сделал, вот. Стрелять надо. Все стрелять надо. Көпешжан! Ең болмаса көпешжан болса! Атаңа нәлет, Копеш! Держи! Держи! Баламды басатымдан! Ерболсын. Сен Көпештің қолына қалай түстің? Жетер, біз кінәліміз. Ай, Көпеш! Қолыма бір түссең ғой. Мен мұндамын, әмір. Иә, қалдарың қалай батырлар? Көпеш! Ерболсынды босатшы. Бала ғой. Бұл жерден енді ешкімде аман құтылмайды. Арғысын өкімет шешеді енді. Ерболсаң мені босат та шық жекпе-жекке иттің баласы. Иттің баласы? Қыңсылап тұрған мен бе, сен бе? Жекпе-жек деген міне? Осы? О, Алла! Бұл қай жазаң? Сабыр, әмір. Қайдағы сабыр? Ей! Ұшыр шыныңды, ұшыр! Ей, байбол, намыссыз туған сорлым едің. Қатыныңды көзіңше зорлағанда неге жүрегің жарылып кетпеді сенің? Аға. Аға. Сен не деп тұрсың ағама? Жолама, Боргенов неме! Оқыған оқуыңның да, оқытып жатқан өкіметінің де атасынан әлет! Сабыр ет, әмір! Өңшің қорқақ, тұншығып жата берме! Бұл келімсектерді баяғыда кескілеп итке тастау керек еді. Кетуім керек еді. Салықбай мергенге қосылып кетуім керек еді. Енді неге кетпедің? Сендерге алаңдадым. Сендерге алаңдадым. Шакатай. Жарымжан бауырым, сен нені білдіріп, нені қиратып қойып ең? Сенің жазығың не? Аяқ қолымды байлап, матап. Жеңгең өлді. Намыста. Мен де жетермін.
Ертең таң алдында бүлікшілердің бәрі түгелдей жазаға тартылады. Естеріңде болсын, егер кімде-кім бүлікшілерге нан, су берсе, немесе қашып кетуіне мүмкіндік жасаса, табан астында атылатын болады. Совет өкіметіне қарсы болған адамдар жер басып жүруге қақылары жоқ. Көпешжан, Ешқандай да аяушылық көрсетілмейтін болады. Көпешжан, балаларымды босатшы. Естеріңде болсын, мен коммунистпін. Ал коммунистер екі айтпайды. Түсінікті ма? Все, товарищ командир. Балаларымды босатыңдаршы. Ападай! Апа, сол бұл жерден өтсеңіз, сез кетіңіз бұл жерден. Сендерді тастап қайда барам, мен еш қайда кетпейм. Көріңді өкілген коммунистер! Қарғыс атсын сендерді өкімет! Қой балам, өйтіп айтпа. Мүмкін олар түсінер, коммунистерді адам баласы ғой. Жоқ, коммунистер екі айтпайды. Жоқ! Қолымдарым! Көпеш! Апа! 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 Аға, Ербосынды қалай аман алып қалуды ойластыру керек. Апам бұның бәріне төзбейді. Үмітсіз болма. Мүмкін бәріміз тірі қалармыз. Сақтықта қорлық жоқ. Түлеу, әмір. Біздің нақты жоспар болу керек. Ертең біз далаға алып шыққанда? Тура осы жерде жайратсашы. Жоқ. Олар бізді халықтың алдына алып шығады. Басқаларға үлгі болу үшін. Бізді бәрімен бірге қосып. Бірге болсын, бөлек болсын, бәрібір емес пе? Бәрібір емес. Тілеу дұрыс айтады. Егер көпшіліктің алдында атылсақ, Ербосынды құтқаратын мүмкіндік туады. Басты мақсат Ербосынды аман алып қалу. Олар атқанымен қоймай, артынан пышақтап жатыр. Мейлі. Ербосын, сен бірінші құла, жарай ма? Сосын біз үстінен құлаймыз. Ербосынды қан жауып қалады. Басқа амал жоқ. Байбол аға, не де болса дайындалып көрейік. Көрейік. Ербосын, кел. Тыңда, Ербосын екеуміз ортада тұрамыз. Әмір, тұр. Ербосын сол жағына тұрасың.
Қалғандарың екінші қатарда артта тұрасыңдар. Білеу, сен де. Аға, бізді бір қатарға қояды. Алға артқа деген болмайды. Ендеше, бір қатарда тұрамыз. Ербосын ортада тұрсын. Біз Әмір екеуміз иығымызбен сәл жабыңқырап тұрамыз. Командирдің айғайлаған дауыс шыққанда, бірден жерге құлай түсесің. Түсіндің бе? Түсіндім аға. Ал, көрелік. Дайындал. Ат! Тоқта. Олай емес. Неменеге бәрін жалпы етіп құлай кеттіңдер. Ербосын бірінші құлайды. Тыныш аға. Ербосын, сен неге құламадың? Құламайсың ба? Үлгермей қалдым аға. Ербосын. Командирдің дауыс шығады. Ат деген дауыс шығады. Сол кезде бірден құла жерге. Жарай ма? Жарайды аға. Ұқтың ба? Бірден құлайсың. Тағы бір көрейік. Дайындал. Ат! Ай, тұрыңдар, тұншығып барам. Қал бәкең, көк қой. Арманға жеткенде бар, жетпеген бар. Апамның күні не болып жатыр екен? Дала суық. Ауырып қалмаса екен. Бізді адам құсап жерлемейтін де шығар.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم Что делают? يكن له كفوا Прощальную молитву читают. Бауырларым, егер сендерді ренжіткен жерім болса, кешіріңдер мені. Аға. Ертең үйге барған соң, менің қасқатайымды үйретіп бересің ғой, а? Әрине. Ер болсын. Апама жақсылап қара. Жақсы келін әкеп бер. Үйлен өзің. Мен сізден кейін үйленем ғой. Мен жолымды бердім саған. Кімді аласың? Оспанның қызын алам. Неге күліп жатсың? Аға, неге күліп жатсың? Шығамыз. Тұр бұлай жолдан. Бас, аяқты бас. Жүр. Köpek! Apa! Köpes! Apam görmesin! Көрсе көрсін, қарсылық жоқ, бас аяқ. Бас. Жүр. Ерболсын! Әлгі борысаныңды айтшы! Ленин, дедушка наш родной, Сталин, отец наш родной, 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 Ленин, дедушка наш родной, Сталин, отец наш родной.
Может, тут она не будет? Нет, надо. Панда. Көпеш, Шәкетайдың жағдайын білесің ғой. Совет өкіметіне ақыл есі дұрыс 12 мүшесі сау адам керек, Байбол. Ат! Ал ат! Не күтіп тұрсың? Тексіз неме, ат! Тексіз неме? Әкеңнің сөзі ғой, сәлем айта барарсың. Прости, мать, Бог рассудит. Готовься! Целься! Огонь! Проверить. Никого не хоронить! Со всеми вместе похороним! Направо! Шагом марш!